Сәлем достар, менің есімім Шымбат, бұл HTML курсының екінші сабағы. Алдыңда тақырыпта біз HTML не екенін үйрендік, енді HTML-дың тегтер дегеніміз не екенін үйренеміз. Жалпы тег деп отқанымыз не ол? Тег деген басқаша дескриптор деп айтады HTML тілінде, бірақ халық атауы бойынша тегтер деп айталып кетті. Мысалға, мына жерде тұрған кезде ол HTML ішіндегі мағынасы қандай жазылып тұр, сондай мағына білдіреді. Тегтің ішіндегі ол жалпы тегтің өзі белгіленуі мына салыстырмалы түрде белгілері үлкен кіші, сосын оның ішіне салынады. Head басы, title тақырыбы, body денесі. Жалпы тегтердің екі түрі бар: жұпты және жұпсыз тегтер. Мысалға, мына қазіргі тұрғандардың барлық тегтердің түрлері олар жұпты тегтер. HTML, head, body, ашатыны бар, жабатын тегі бар. Title, бұның бәрі жұпты тегтер болып саналады. Оның жұпсыз тегтері де бар. Мысалға, сәлем әлем дегенді екіге бөліп жазайық жаңа жолдан. Аламыз да ортасына br деген тегті саламыз. Br деген тег ол жұпсыз тег болып саналады, жалғыз өзі салынады. Міне жалғыз өзін ғана салып қойдым. Енді қарайық не шыққан одан. Сәлем, енді әлем деген екінші жолға шығып кетті. Сәлем әлем. Міне жұпсыз тег осылай салынады екінші жаңа жолға. Жалпы тегтердің өзі қолданылатын тілдері ол HTML, VML, Amiga Guide, XML тілдерінде де ғана бар. Жалғыз HTML тілінде емес тег. Жұпты жұпсыз тегтерді дұрыстап толығырақ түсіндіріп кетейін. Жалпы параграф бар. Мындай параграф деген тег. Оның жауып тастайын мен. Міне, мына жерде мен параграф тегін аштым, мына жерде параграф тег жаптым. Оның ішіне бір мәтін салайын. Бұл параграф мәтіні деп жазайын. Міне, осының ішінде тұрған бұл параграф мәтіні тұр. Ал үстіне оны тексіз күйінде салдық, бірақ ортасына br тегін салдық. Жалпы қарап отырсаңыздар, мән беріп, HTML, head, title, бұның бәрінде иерархия сақталып тұр. HTML үстінде тұр, оның ішінде head тұр, headтің ішінде title тұр. Оның ішіндегісін оңай қабылдау үшін, кімнің ішінде тұрғанын білу үшін тап қолданылады. Мына жерде міне headтің алдында мысалға бір тап салынған, ал тайтылдың алдында екі тап салынған. Бірақ таптың орнына 4 пробел қолданған өте дұрыс. Неге? Өйткені кейбір редакторларда немесе браузердің исходнигін ашып қараған кезде оның бәрі бұзылып кетеді. Үлкен пробелдар күйінде көрініп тұрады сіздерге. Сондықтан да 4 пробел қолданған дұрыс. Редакторлардың көбісі, мысалы мына Sublime сияқты тапты олар 4 пробел күйінде қолданады. Міне астыңғы жерінде тұр тап size. Мына жерде неше пробел екенін көрсетесің өзің. Атрибут дегеніміз не? Жалпы мына параграфты айтпақшы сіздер көрсетпедім мен. Сақтамаппын. Қазір сақтап жіберейін. Обновить еттім. Бұл параграф мәтіні міне. Бұл жерде міне жаңа параграфты осы жерге астыға салдым. Үстіне сәлем әлем деп жазып қойдым. Бұл жаңа жолдан br мен бөлініп тұр. Параграф ол да бір жаңа жолдан басталған сияқты бір мәтін. Көріп тұрғаныңыздай әлемнің артынан жалғастырған жоқ. Бұл параграф мәтіні деп жаңа жолдан жасалып тұр. Егер де мен параграф жазбасам, міне сақтап қойдым. Жалпы файл сохранить деп бассаңыз сақталады. Болмаса Windows'та Ctrl-S, Mac'та CMD-S бассаңыз сақталады. Енді мен страницаны обновить етем. Енді көріп тұрғаныңыздай сәлем әлем деп белгісі, содан кейін бұл параграф мәтіні деген басталып тұр. Бұл жерде жаңа жолдан басталған ештеңе жоқ. Себебі мен жазған жоқпын тегті. Сондықтан да бұны параграф ретінде көрсетеміз жаңа жолдан басталу үшін. Бұны параграфта абзац деп санасақ болады. Не, жаңа абзац күйінде басталды. Көріп тұрғаныңыздай ол кезде бөлек жазылып тұр. Атрибуттар дегеніміз не? Атрибуттар дегеніміз не екенін білу үшін ол үшін мен img деген тегті көрсете аламын сіздерге. Онда src деген атрибут бар. Жалпы img тег деген не ол? Ол image деген сөз, ағылшынша сурет деген сөз, соның қысқартылған жазылуы. src деген ол да қысқартылған сөз, source деген, исходник деген. Ал атрибуттың мынау атауы болады, ал тең болады тырнақшаның ішіне жазылатын мәтін, ол мәні болып саналады. Міне мәтінді жазайық. Сурет.jpg. Міне, мен сурет.jpg салдым. Сурет шықты, бірақ ол өте үлкен сыймай жатыр. Сурет үлкен болған соң мен оны қазір кішірейтем. Қалай кішірейтуге болады? Оған тағы атрибут беруге болады. Мысалы біз биіктігін береміз. Height, высота 100 дейікші. 100 кішкентай болсын, 100 деп, чтоб
сіздер көру үшін. Міне, енді сурет кішкентай ғана болды. Осы тұрғанда мен екі атрибут салдым. Оның біреуі src, біреуі height. src деген атауы, height екеуі. Ал сурет.jpg және 100 олар мәндері атрибуттың. Байқап тұрғаныңыздай, img-ның тегінің жұбы жоқ, жұпсыз тег болып саналады, br сияқты жалғыз өзі салынады. Бұрындары белгілеу үшін, браузерлер түсіну үшін br-дан кейін слэш салынатын еді. Бірақ енді қуанышқа орай ол заман өтті, оны салу міндетті емес. Метатегтер. Метатегтерде жалпы мындай метатег бар, кодировка көрсететін meta_charset utf8. Жалпы utf8 деген кодировка не ол? Ол кодировка сіздің қазақша символдарыңызды, тағы да қытайша символдар болсын, басқа да стандарттық емес символдар сақтау үшін, олар 2 байттан жоғары алатын символдар, оны utf8 кодировкасында сақтау керек. Неге? Себебі ол басқа кодировкада сақтасаңыздар, олар төрпішті болып кетуі мүмкін, сақталмай қалуы мүмкін, әріп жоғалып кетуі мүмкін, ол жасаған еңбегіңіз босқа кетуі мүмкін. Мендегі Sublime редакторы ол өзі по умолчанию utf8-де сақтайды. Ал егерде сіз басқа редакторлар қолданып, олар басқа кодировкаға сақтаса, онда utf8-ге сақтаңыз. Жалпы басқа қанда тағы да метатегтері болады. Жалпы метатегтің ең түпкі мағынасы ол атауы мен оның мәнін беру. Атауы name-мен беріледі, ал мәні content-пен беріледі. Мына жерде мен мысалға name-ге description деп жазам. Description ағылшынша описание, қазақша ішіне контентін жазамыз мысалға. Мәтін деп жазайық мына жерге. Бұл сайтта қызықты материалдар бар. Міне, бұл description метатегі жалпы не мағына білдіреді? Ол поисковиктерге керек зат. Сіздердің мысалы поискке тересіздер ғой бір нәрсе, сол кезде астына кішкене сипаттама жазылып тұрады. Сол сипаттаманы осы жерге жазасыздар. Сол поискке шығып тұрады. Жалпы метатегтер түсінікті деп ойлаймын. Енді тақырыптарды түсіндіріп кетейін. Тақырыптар болады контентте. Олар H1-ден басталып H6-ға дейін болады. H1. Енді қазір тағы да көшіріп қойын. H2, H3, H4, H5, H6. 6 тақырып бар. 6 түрі бар. Ол 6 уровені деп айтсақ болады. Неғұрлым H1 документте бір рет қана кездесу керек. Бірнеше рет қолдануға болады әрине, бірақ дұрысы бір рет қолданған. Ол ең бірінші мағынасын білдіру керек. Мысалға, жаңадан машина шықты дейік. Жаңадан автомобиль шықты. Бұл мысалы сондай тақырып болсын. Жасап шығарған Tesla компаниясы. Солай дерлік деп жаза салайын. Мен қазіргі бұлардың бәрін мен мысал ретінде жазып жатырмын. Бұл 4-ші, 5-ші деп жазып кетейік. Ал мынау ең соңғы дейік. Міне сақтайық. Енді қазір көрсетем сіздерге. Төмен қарай түсіп. Міне жаңадан автомобиль шықты. Ол үлкен әріппен жазылып тұр. Мен қазір кішкене алыстан қойын. Мына жерде міне сәлем әлем, бұл параграф мәтіні деген тұрған болса, одан кейін сурет қойдық біз тег бойынша. Одан кейін H1 тегін салдық. Жаңадан автомобиль шықты. Ол көріп тұрғаныңызда ең үлкен жаз шрифтпен тұр. Одан кейін H2 тегін салдық. Ол одан сәл кішірек. H3 одан да кішірек, H4 одан кішірек, H5 одан да кішірек, H6 одан да кішірек салынып тұр. Яғни оның мағыналары документтің, парақшаның мағынасына келу керек. Мысалға, H1 сол парақшаның ең түпкі мағынасын білдіру керек. Жаңадан автомобиль шықты деген жаңалықтар болсын. Содан кейін екінші H2 болса, ол мағынаның екінші мағыналарын білдіреді. Мысалға, сіздер мысалы 3 абзац жаздық дейік, сол 3 абзацтың тақырыбы дейік. Одан кейін тағы мысалы 2 абзац жазасыз, оның 2 абзацтың тақырыбын жазасыз. Мысалы жасап шығарған Tesla компаниясы. Одан кейін толығырақ жазады. Содан кейін H3 ол тағы да ішіндегі тағы да төменірек мағыналарын білдіре береді тақырыптарын. Солай H6-ға дейін қолдана беруге болады. Міне көріп тұрғаныңыздай. Осы, міне қазір сабағымыз бітті енді. Келесі сабақта тағы да үйренеміз толығырақ. Сау болыңыздар.